Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздермен бірге Эльнара. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай ерекше, әрі дамды, аз ғана фарштан жасалған тағам рецептісімен бөліскім келіп тұр. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп үміттенемін. 5-6 орташа картоптарды қайнатамыз. Алдымен мен оларды осылай бөліп қоямын. Пиязды майда қылып тураймыз. Үш орташа картопты үлкен теркадан өткіземін. Теркадан өткізілген картопты бөлек ыдысқа саламын. Картоптың суы шығу керек. Үлкен пияздың жартысын біз фаршқа қосамыз, қалған жартысын біз подливаға қосамыз. Суын сығып, біз оны қуырамыз. Қызарғанша қуырамыз, кішкене тұз қосамыз. Кішкене суытамыз, сосын біздің фаршымызға қосамыз. Бағанағы пияздың жартысын қосамыз. Масамызды тұздаймыз, және де қара бұрыш қосамыз. Немесе сіздің жақсы көретін дәмдеуіштерді қосуға болады. Бір жұмыртқа қосамыз, массамызды жақсылап араластырамыз. Ендеше котлеттерімізді жасаймыз.
табаға көп май құймаймыз видеодағыдай. Кішкене май құямыз, соған біз котлеттерімізді қызартамыз. Екі жағынан шамамен 3-4 минуттан. Котлеталарымызды салфеттің үстіне қоямыз. Бізде 9 штук котлеті болып шықты. Пюремізді 9 штукқа бөлеміз. Ірімшікпен осы тағам өте дәмді болады. Подливаға қызанақты тураймыз. Табада пияздың жартысын қуырамыз, оған қызанақ қосамыз. Бір ас қасық томатный паста қосамыз. Қайнаған су құямыз. Осы тағам духовкаде өте дәмді болып шығады. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Лайк және подписка қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау саламатты болыңыздар.